Барлықтарыңызға сәлем. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерге осындай картошкасы езілмей пісетін дымляманың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен майды құйып қыздырып алатын боламыз, және де етті салатын боламыз. Етті мен 40 минут шамасында бетін жауып қуырдым. Сол кезде, яғни орташа қызарғанша қуырдым. Қатты қызартып қуырмайсыздар. Мүлдем бұл дымлямаға су, ешнәрсе құюдың керегі жоқ. Өз бабында бұқтырылып, әдемі болып піседі. Мүлдем су құйылмайды, былайша айтқанда. Және де осы қуыру барысында кішкене дәміне қарай тұз қосып жіберіңіздер. Сол кезде, яғни тұз етке сіңіп өте әдемі болады. Және де бұрыш септім. Қара бұрыш себіңіздер. Мінекей осылай, яғни орташа қызарғанша қуырып алатын боламыз. Содан кейін ғана картошка, помидор, болгарский салып бұқтыратын боламыз. Және де еттен кейін мен бір 5 минуттай пиязын қуырдым, себебі еті пісуіне де әсер етеді, және де бір тәтті дәм береді. Пиязбен араластырып қуырсаңыздар, сол кезде әдемі болып шығады. Менде барлығы сәбіз картошка салынған жері видеоға түспепті. Мінекей осылай бетін капустамен демдеп қойдым. Тұз, лавровый лист салдым. Басқа артық еш нәрсе салмадым. 1-1,5 сағатқа бұқтырып қойыңыздар. Ол сіздердің еттердің жас мал или болмаса кәрі қойдың еті болса, ұзақ уақыт пісетініне де байланысты. Мінекей менде 1,5-2 сағатта осындай дымляма шықты.